Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Нұрболат, және біз қазір Грузия еліндеміз, Руставия қаласындамыз. Дәл қазір автопапа базарына келдік. Осындамыз. Бүгін ауа райы өте керемет болып тұр. Қазір мен сіздермен осы жердегі барлық көліктерді көрсетіп, және бағаларын таныстырып беретін боламын. Сағат 4-ке дейін жасайды. 4-тен кейін уже ешкім қалмайды. Барлығы қазір қайтып жатыр. Мен сіздерге осы жердегі көрсетілген бағаларын көрсетіп шығайын барлығының. Мінекей осы алғашқы Camry автокөліктерден бастайық, себебі қазақтың ең алғашқы жақсы көретін, ең бірінші орында тұрған машинесі, сол себепті бағаларын осыдан бастайық. Так, $7200 2013 жылғы AC комплектацияда, мокрый асфальт цветте. Мінекей. Және де келесіден кететін болсақ, BMW пятерка 2021 жылғы 35 000 майл жүрген $38 000. 2.0 объемда, полный привод. Комплектация топовый комплектацияда. Жаңадан машинаға кіріп жатыр, осы жерден. Осы бағасын қойып жатыр, $8800 дейді. Мінекей, Subaru Forester. он бес 16 жылдар. Так, одан кейінгі Forester тоже қара түсті. Бұл енді кіріп жатыр. Цена какая? 8. 8. Год какой? 16. 16. 2.5, да? Полный привод? Да. Полный привод. Окей. Так, по стикер 2016 жылғы 10 айдан. Мінекей, көрсетіп кетейін сіздерге. Полный қара салонда. Қарфақсын қарау керек. Так, пробегі 94 мың көрсетіп тұр. Дәл қазір өте жақсы жағдайда. Сатушының айтуы бойынша ар жақ фарасы мен крыласы ғана ауысқан дейді. Оны енді нақты алатын кезде тексере жатармыз. Мінекей, іші өте таза, аккуратный, астының барлығы таза. Қызықтаған болса, сразу жаза беріңіздер, айта беріңіздер. Состояниесі өте жақсы. Қара түсте. 2018 жылғы BMW X5-лар, мынауды 2018 екен, бағалар жазылмаған. 3.0 объемда. Комплектациялар өте жақсы. Хозяин жоқ, М пакет полностью. Енді әдем жасап қойған. Барлығын кигізіп, комплектациялар өте жақсы. М руль, М сиденье, полный М пакет. В F10 пятерка 2012 жылғы Дорест М пакет кигізілген. Так, бағасын көре кетейік. 2012 $8500. Бұл автокөлік уже бұл жерде растамашқа жасалынған, бұл жерде жүрілген автокөлік. Қазіргі сұрап тұрған бағасы $8500, оның 3.0 объемда. Мінекей. Так, келесі сіздерге енді қатта қымбат емес автокөліктерден бастайын бірінші. Так, Kia K5 2019 жылғы 2.4 мотормен $9000. Дәл оның жанында Camry, қазақтың сүйікті Camry 2020 жылғы 75-23 000. Мінекей, AC комплектацияда. Kia K5 тағы да 2018 жылғы $8700. Автокөліктердің бағалары дәл қазір шамамен осы тұста. Бұлардың бағасы енді соңғы баға емес. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер, саудаласа түседі. Мінекей, тағы да бір K5, оның бағасы $9500. 42 май 2020 жылғы. Мінекей. Так, келесі автокөлік бұл. Так, Camry 75 2021 $15000. AC комплектацияда. Автокөлік өте көп. Сол себепті келіп жақсысын таңдап алған дұрыс, немесе арнайы мамандарға тапсырыс беріңіздер. Себебі бұл жерде енді
жақсысын алып кеткен дұрыс қой, ақыры келген екен. 2018 жылғы 13.500 доллар. Мінекей, арзан варианттардан. Бұл Camry 70 AC комплектацияда, қара түсте. Және Lexus IS-тер бар. IS-терді көрсете кетейін, бағаларын шамамен 11.700 доллар 2015 жылғы. Полный ақ түсті, іші биржевый салонмен. Окей. Қазақтар міне бермейтін көлік бұл. Volkswagen Jetta, бұны көбіне орыстар алады. Бұлардың бағасы қазір айта кетейін 2019 жылғы 11.500, 1.4 объеммен. Мінекей. Және жанында міне Audi'ді көрсете кетейін. Бұның бағасы 40.000 доллар, 2.0 объем, полный Quattro, A6, Kia K5 2021 жылғы GT Line комплектациясына 16.000 доллар сұрап тұр, 44.000 майл, 1.6 объеммен. Пол қара түсті, салоны тоже қара түсті, панорамный крышамен. Мінекей. Машинаның түрі енді от болып жанып тұр. Бұның енді вин кодтарын қарап, нақтылап тексеріп алу керек. Іздеген жандарға міне осындай варианттардан бар. Қазір үзбей барлығын түсіріп кетейін. 2014 жылғы 2.5 AC комплектация 7.700 доллар. Қара түсті, қара салонмен. AC комплектация Американис. Яғни бұл жерде барлығы Американис, өздеріңіз білесіздер. Одан кейінгі Mercedes C-класс 17.000 доллар. C300 дейді. 2.0 объеммен 2016. Яғни AMG A5-пен ілінген барлығы. Келесі көрсете берейін шеттен. Porsche Panamera. Енді Porsche Panamera іздеген болсаңыздар, ол да бар. 15.900 доллар, 3.6 объеммен 2014 жылғы. Бұл жерде енді 168.000 майл жүріп қойыпты. Бұл енді бізге қызық емес. Келесі Hyundai Sonata, мінекей уже бағалары түсе бастаған, сол себепті уже шимайлап өшіріп жаңа баға жаза бастаған. 16.800 деген одан тағы да түседі. 72.000 километр, 1.6 объем, 2021 жылғы. Салоны қара түсті. Мінекей. Полный спорт комплектацияда. 1.6 объем. Келесі көрсетіп кете берейін барлығын. Так, Kia K5 тоже 21 жылғы, бірақ бұл жерде уже светлый салонмен, яғни ашық түсті салонмен 17.800 доллар сұрап тұр екен. Өзі мокрый асфальт. Tucson 2020 жылғы сұрап тұрған бағасы 14.500, және саудасы бар әрине. Так, полный привод 2.4 объеммен. Honda Accord 2021 жылғы AC комплектацияда 1.5 объемда 58.000 майл жүрген 17.500 доллар сұрап тұр. Бұл енді Honda Accord'ты біздің қазақтарға міне бермейді. Неге екен енді сәл түсініксіздеу, бірақ меніңше бұл өте тоже жақсы машина деп санаймын. Себебі басқа ұлттардың барлығы осы машинаны жақсы көреді. Бұның және яғни гибрид түрі де бар. Сол гибридін көп айдайды басқа елдерде. Так, дәл осының бұл қай жылғы екен? 16.300 сұрап тұр, 21 жылғы. Бұл да 50.000 майл жүрген Honda Accord 1.5 объеммен. Бұл да AC комплектацияда қара түсте. Өте жақсы машиналар негізінде. Бірақ бізде білесіздер, қазақтар бұны міне бермейді. Subaru Outback 2018 жылғы 2.5 объемдағы Touring комплектация. Так, бірақ бұның сұрап тұрған бағасы 12.000 доллар. 18 жылғы 112.000 майл жүрген 2.5 объеммен, полный привод, іші велюр салонмен, ткань салонмен, ткань мата, яғни қара, және ішкі салонында қара. Раш сервис сұрап жатасыздар, өткенде эфирлерді біразыңыз сұрадыңыздар. Көрсете кетейін 2016 жылғы 2.5 объемда 14.900 доллар, 106.000 майл жүрген. Мінекей. Комплектациясы тоже мата комплектациямен. Полный привод.
және де мына жерде 75-тер бар екен, 75-терді түсіруге тиін. Так, бұның жылы 2022 2,5 объеммен $18,000 сұрап тұр. $18,000 жаңағы саудаласы біраз түсіру керек бұнда. Так, келесі. Так, 2020 жылғы $18,500 2,5 объеммен. Бұл да SE комплектацияда. GLE бұны жаңағы жақсы көретін, қызығатын ағайындар бар. Яғни өзімнің таныстарым арасында да бар. Көрсетуге тейін болғанда. Так, $70,000 38,000 майл жүрген. Полный привод 2.0 2021 жылға. Мінекей. Өте керемет жағдайда. Көріп тұрғандағыңыздай. Мінекей. GLE Fomatic 350 2.0. Бұның растамар шықсы 2 объем болған екен, қатты қымбат шықпайды. Бірақ өте керемет жағдайда. Мінекей, және мынандай электрический Мерседестер де бар. Бізде әлі Қазақстанда қатты сұраныс жоқ бұл машиналарға. Бізде бірақ енді бензин бағасы көтеріліп жатыр. Бұл үшін барлығы осы электроға мінетін сияқты. Так, $65,000 американский 23 жылғы полный привод 3,000 майл ғана жүрген. Полностью электронный. Так, келесі мінекей. Бұл 2017 жылғы 3-литровый. Так, полный привод 50,000 пробег $30,000 сұрап тұр. Бұны да айналдыра көрсете кетейін. Fomatic Bit Turbo бұл жерде. GL 4.3. 4.3 болғанда жаңағы объемы бұның 3.0 есептеледі, өздеріңіз білесіздер. Сіздердің жаңасын сұраған кісілерге мінекей 22 жылғы $21,700 $20,000 майл жүрген 2.5 бензин. Бұны да көрсете кетейін. Полный кожаный салон. TRD комплектацияда бұл жерде жүрген. Көріп тұрғаныңыздай, дисктары, расширительдері басқаша көріп тұрсыздар ғой. Сол себепті бұл арнайы TRD комплектация, оффроудқа арналған. Енді оффроуд деген аты болмаса, жалпы нәзік машина негізі, расширитель. Оффроудқа жарамайды. Мына қатарды көрсетіп шығайын сіздерге бағасы барларын. Так, бұл жерде қара түсті Forester, осыдан бастайын. 2021 жылғы $12,000 $48,000 майл жүрген 2.5 полный привод. Қара түсті, бірақ салоны ашық түсті. Матамен қапталған салоны тканевый. Так, келесі Ford Fusion бұл енді өзі мініп жүрген машинасы екен. Так, Malibu саған жандарға 2023 жылғы $13,000 1.5 мотор. Так, 18,000 майл. Қара түсті, мінекей. Бұл енді бағасын тағы да түсіріп, арзанға алуға болады. Volkswagen Arteon Airline комплектацияда полностью топовый комплектациялардың бірі. 2019 жылғы $20,000 63,000 пробегпен 2.0 мотормен 2.0. Мінекей. Бұл машиналарды біздің енді қазақтар особенно мінбейтін негізінде, бірақ өзі ұнататын жандар бар. Сол себепті оларға арнайы түсіріп кетейін бұнда. Вақты жақсы көретіндерге. Мінекей. Так, келесі автокөлігіміздің Sienналар тұр екен. Sienналарды көрсетіп кетейін. Так, Sienналардың бағасы $13,200 сатты. 2015 жылғы 3.5 объеммен толықтай былғары, ашық түсті, өзі қара түсті. Мінекей көріп тұрсыздар. Так, келесі машиналарды көрсете берейін. Шетінен қайсының бағасы жазылып тұр. Так, GX 4.6 объеммен 2020 жылғы $38,000 42,000 майлмен. Міне. Бұлар енді өте керемет, бірақ бізде білесіздер, растамашқысы әлі қымбаттау, сол себепті қалтасы көтеретін жандарға таптырмас машина ғой бұл негізінде. Так, мына жерде тағы біреу тұр екен, оны да көрсете кетейін. $36,200 2020 жылғы. Так, 24,000 майл жүрген. Толықтай былғары, қара түсті, ақ
қара түсті салонмен, өзі ақ түсті, өте әдемі. Өте әдемі. Басқа сөз жоқ. Toyota Highlander. Так, 2019 жылғы $20,500 сұрап тұр. 105 000 майл, 3/5 объемды. Бұл жерде қара түсті, толықтай былғары және комплектациясы XL толық жетекті, яғни полный привод. Lexus ES $34,000, 22 жылғы 3/5 объеммен 31,800 жүрген. Бұл да өте жақсы машиналар. Бізде енді білесіздер, бұған спрос өте керемет. ES 350 3/5. Бұның растаможкасы кішкене қымбаттау, сол себепті көбіне бізде ES 2 объемдықтан аладық. 2.0 объемдықтарды көбіне алады. Хайландерлерді жалғастай берейік. Хайландеріміз қанша сұрап тұр екен? 2016 жылғы 3/5 $17,000. Мінекей. Келесі Highlander 17,200, 2017 жылғы 3/5 объем. Жаңа Highlander $25,000, 22 жылғы 33,000 және 3/5 объемды. Так, сиеналарға келетін болсақ, тағы мына жердегі барлық сиеналарды көрсете кетейін. $12,300, 2014 жылғы 3/5 120,000 майл жүрген. Мінекей. Camry 55. Так, 10,500, 2015 жылғы 117,000 пробегпен 2/5 мотормен. Мінекей, ішін көрсете кетейін. Іші комбинированный, потому что SE комплектацияда. Бағасын әрине түсіруге болады біраз. Люк барлығы бар, қара салонмен және өзі қара түсті XSE дейді. Мінекей. Бұлардың жақсы көретін сөздері ғой. Бұл жерден бұндайды басқа таппайсың деп. Мінекей. K5 GT Line комплектациясы $17,000, 22 жылғы 1/6 объеммен және 44,000 пробегпен. Hyundai Tucson. Так, $11,800, 17 жылғы 190,000 майл жүрген 2.0 мотормен, мокрый асфальт түсте. Толықтай былғары, мінекей. Мультимедийный система барлығы бар. Мультируль. Енді жағдай кішкене сәл тозын құрап қалған, себебі біраз жүріп қойған. Автокөлік, панорамный крыша барлығы бар. Егер арзандау болса, осындай варианттардан да қарауға болады. Яғни бұның дальнейший уже бағасын сөйлесуге болады. Так, $43,000, 20 жылға GX 34 майл жүрген. Енді мына жерде жақсылап дайындаған, прям иісі шығып тұр. Полировканың иісі ұрып тұр кәдімгідей. Так, келесі GX 27,900, 2015 жылғы 129,000 жүрген. Так, бұлардың салондарын көрсете кетейін. Мінекей. Толықтай былғары. Енді бұлардың комплектациясы бай болады, білесіздер. Третий ряд сиденье барлығы бар. Мұнаның жағдайы действительно енді жақсы екен. Мұна GX-ің жағдайы жақсы екен. Бұны да салонын көрсете кетейінші. Қожасының состояниесі бәрі жақсы, керемет өте. Комплектациясы өте жақсы. Полностью қара салонмен, 3 ряд сиденьемен. Қатарда көбісінің бағасы жазылған екен, сол себепті осы қатардан бастап барлығын көрсетіп кете берейін. Так, X5, F15, 2000 қай жылғы мұны? 2017 жылғы 3.0 объеммен, 70,000 пробегпен $19,000 дейді. Өзі сұр түсті, салоны қара түсті. Мінекей. Толық жетекті. X-Drive. Так, келесі Highlander.
Highlander 17500 полный привод 3.5 2016 full комплектация жазып қойыпты. Так, келесі Tucson 2015 жылғы $8000 1.6 объеммен. Міне осындай арзан варианттардан бар. Так, мынау G30. О, мынау қоспаппын ғой. Так, G30. Так, 530 2017 жылғы 2.0 $21,000. Қоңыр салонда өзі ақ түсті. Мінекей. Ломающий сиденье барлығы бар. Өте әдемі. Бірақ уже грузинский учетта тұр, яғни бұл жерде кішкене жүрген болу керек. 360 градус камерасы барлығы. Комплектациясы өте жақсы. Так, келесі Chevrolet. Так, $13,000 полный привод, 42 000 жүрген 1.5. Так, Equinix. Бұл енді бізде қатты қымбат тұрмайды. Бұл жерде де арзан, бұның бағасын тағы түсіруге болады. Келесі Highlander 2018 жылғы $16,500 сап тұр. Қоңыр түсті. Арқысы қара салон, бұл ақ салонмен $17,000 2017 жылғы 3.5 объеммен. Толық жетекті. Так, келесі гибридный Highlander 18500 2017 жылғы 3.5 объемды. Так, салоны қоңыр түсіп, полный комплектация бұл жерде де. Так, келесі F10 полный М кигізіп қойған. М пакет. Так, 3.0 дизель екен бұл. Дизель екен $16,000. Жоқ, дизель бізге қажет емес. Так, келесі $17,800 Highlander 2018 жылғы 80 000 пробегпен. Салонында өзі де қара түсті. Так, $13,000 бұл жаңа Chevrolet Equinix. Так, келесі Santa Fe $15,300 дейді. 19 жылғы 2.4. $15,300 бұл үшін сәл қымбаттау. Енді бағасы түседі әрине. Мінекей RAV4. Так, бұның бағасын так 17,500 сұраған екен. Қазір қаншаға түсіріп қойған өзі? 15,500-ге түсіріп қойыпты. 2017 жылғы 2.5 объеммен. Мінекей. Дәл қазір уже барлығының бағасы түсіп тұр, және саудаласуға өте керемет сауданы түседі. Так, $17,500 2.5 объеммен 2023 жылғы Outback. Мына специальная комплектация, который горная комплектация. Мінекей. Ford Escape бізге керек емес. Так, келесі Mercedes. Енді Mercedes так, $12,000 3.5 2015 жылғы E-класс. Кімге қызық, бұл енді полный привод емес, задний привод. Бұл жерде задний привод екен. Так, Forester. Так, 23 жылғы $20,000 дейді. 23 жылғы $20,000. Келесі. Так, $9,000 2017 жылғы Hyundai Santa Fe. Мінекей. Так, мынаусы 12,000 қанша? Мінекей. Так, бұның жылын көре қойын сразу. Так, 2018 $13,000 дейді. Full комплектация 64 000 жүрген. Мінекей. Так, келесі арға Civic, Sonata, Malibu, K5 барлығын бағасын айтатын боламын. Так, $16,200 2020 жылғы 1.6 объеммен, пробегі 17 000. Комплектациясы өте жақсы комплектация, спорт комплектацияда. Так, келесі уже $18,000 full комплектация 2020 жылғы Sonata. Қоңыр түсті салонмен, өзі көк түсті. Мінекей. Так, енді Ford 9,900 сұрап тұр енді. Бұл үшін қымбат 20 жылғы. Так, $12,500
1.4 апельмен 21 жылға жетті бізде де қатты сұранысқа жоқ. Сол себептен келесі өтіп кете береміз. Так, Malibu $10,700. Full комплектация. Так, 2019 жылға. Мінекей. Келесі міне капиятылар $18,000 20 жылға. Так, мынаған екен. $17,500 21 жылға. GT Line комплектациясында. $18,000 1.6. Бұл да GT Line комплектациясында 2020 жылға пробегі 34,000. Және мынау $17,500. 35,000 пробегті 1.6 2021 жылға 17,500 полностью GT Line комплектация. Так, $7,900 2017 жылғы. Без покраски деп жазып қойыпты. 70,000 пробег 2.4 санатта. Сіздер анама тіркеліп қойыңыздар және бөлісе отырыңыздар. Бұдан былай мен тек TikTok эфирге шығып көрсетіп жүрген едім, мен де YouTube'қа салатын боламын. Так, Lexus NX 250 $31,000 2022 жылғы 23,000 майл 2.5 объеммен. Так, $12,300 2018 жылғы 99 майл жүрген Hyundai Tucson. Monster F-150-ларда бар. Бірақ баға жазылмаған екен 2017 жылға полностью көтерілген. Местный учетта тұр уже, грузинский учетта. Бір жаманы бізде пикаптарға растаможка қымбат жүреді. Шамамен 9-10 миллион болып кетеді даже растаможкасы. Так, бұл 2017 жылғы XLT так базасында так 88 майл жүрген 2.7 объеммен. Бағасы жазылмаған 144,000 пробегпен. Кеше аукционда дәл осындай біреу қатысты, бірақ ол 2022 жылға оны Американың өзінің азаматтары өзара аукционда таласып $39,000 қотты. Дәл осындай қара түсті, осындай жоғары көтерілгені. $39,000 Американың өзінде қалды. Ол утопленник болған етін. Утопленник болғанда ол жақта енді мына машинеге қатты су жетпейді ғой, ары кетсе мына жеріне барған шығар. Сол себепті Американың өзінде қалды $39,000. Бұндай алар ма едіңіздер, жазып кетіңіздер оны да. Біздің Қазақстанда бар ма, жоқ па, көргендеріңіз бар ма? Camry 70 SE 2019 жылғы $14,200 2.5 объемды. Бұл да полностью қара түсті. Lexus IS F-Sport комплектациясында 2020 жылға 3.5 объем толық жетекті. Комплектациясы өте жақсы комплектация. F-Sport толықтай былғары қоңыр салонды. Так, 20 жылы 41,000 майл жүрген. Мінекей. Ішін көрсете кетейік. $30,000 сатып тұр қазір. Родной окраска полностью. Міне, кімге керек? Жаза беріңіздер. Машинаның жағдайы өте керемет. Потолок барлығы қара, салон өзі қоңыр. Мінекей. Қазір мына жердегі рядтағы барлық автокөліктерді түсіріп, бағаларын айтып кететін болам. Ұнағандар болса сразу жаза беріңіздер. Варианттардан бар. Toyota 4Runner TRD комплектациясында 2017 жылға $22,000 дейді, 4.0 объем, полный привод 70,000 майл жүрген. Мінекей. Бұлардың барлығын көрсетіп кете берейін. Оффроуд, TRD оффроуд комплектациясы $22,000 дейді. Мына жерде тұрған RX-іміз. Бұның бағасы $14,500 2015 жылға полный привод 90,000 пробегпен 3.5 объемды. Қоңыр салонмен өзі қара түсті. Elantra 2020 жылға 2.0 объемды 29,000 майл жүрген. Так,
толықтай ашық түсті былғары ше. Өзі мокрый асфальт. 11.000 доллар сап тұр. Limited комплектациясында. 11.000 доллар дейді. Так, а не ценник? 20 $20.000 доллар 2020 жылғы. Енді бұл саудаласатын бағасы 48.000 майл жүрген, полный привод, 2.5 объемды, полностью кожаный салон, былғары яғни. Комплектациясы өте жақсы комплектацияда. Stinger сұраған жандарға 23.000 доллар дейді, 3.3 объем турбо. Так, 21 жылғы. Ақ түсті, қара салон, панорама, полный комплектацияда. Полный привод GT Line комплектация. Lexus RX 350. Так, бұл жерде 2016 жылғы 69.000 майл жүрген, 18.000 доллар сап тұр. Шампан түсте. Бұл уже местный учеті, жаңа айтып кеткен, бұл да грузинский учеті, осы жерде жүрген машина. Бұның бағасында біразға түсіріп алуға болады. Толықтай былғары, қара түсті салоны. Toyota Avalon XSE комплектациясында. Так, 2019 жылғы 3.5 объем. Так, 20.000 доллар дейді, енді бұның арғай саудасы болады. Жалпы комплектациясы өте жақсы. Түсі қоңыр түсті. Мінекей ішін көрсете кетейін. Толықтай былғары. Мінекей. Жағдайы жақсы. Полный родной окраска дейді. Оны енді кейінен тексере жатармыз. Яғни айтатын болсақ. Кімге Avalon ұнайды? Арнайы солар үшін. XSE комплектацияда. Бұл жерде енді артық былай басқа тюнинг, басқа нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Дайын тұрған машине. 20.000 доллар деп бастап тұр. Енді саудасын арғай келтіруге болады. Барынша бағасы жазылған автокөліктерді сіздерге көрсетіп шығуға тырыстым. Міне базарда көріп тұрғандарыңыздай машина өте көп, выбор көп. Өзіңіздің бюджетіңізге, қалтаңызға қарай кез келген бағада іздеп тауып ала беруге болады. Және де бұл көрсетіп тұрған бағалары соңғы баға емес, өздеріңіз білесіздер. Саудаласу әрдайым бар, бірақ саудаласқанда сауданың да жөні бар. Саудаласу екен деп, мысалға 15.000 доллар сап тұрған машинені кеп 5.000 доллар, 6.000 доллар, 7.000 долларға бер деп айтуға да болмайды. Өздеріңіз ондай жағдайлар болған екен, келіп алып жаңағыдай сатушының қитығына тиіп біраз тартыс төбелестер болып қалған кездері де бар екен. Сол себепті сауданыңда өз саудаласу жөнімен саудаласқан дұрыс. Келіп ауызға келген жаңағы ойға келген бағаны айтып, бір жағымсыз қылықтар жасап, жағымсыз әрекеттерді артымыздан қалдырмайық. Осылай достар. Мен сіздерге барынша көрсетіп кетуге тырыстым. Көріп тұрғандарыңыздай барлық автокөліктер жалтырап, жақсы жағдайда жасалған, бірақ соның өзінде тексеру керек, винкодын қарау керек. Каждый машинаның түрі жалтырап тұрғанмен жартылай жоқ машина болуы да мүмкін. Сол себепті білікті маман тексерген дұрыс, немесе хабары бар адамнан сұраңыздар, көмекке жүгініңіздер. Және айта кететін жағдайларын енді 13.500 доллар сап тұр екен. Міне өте көп, қарап тұрыңыздар. Бағалары бар екен, барлығын бағаларын айтып кетейін. 28.000 доллар, 3 литровый 540 2018. Так, 3.0 мотор жаңағы бензиновый, бензиновый, М-пакет кигізіп қойған, уже рестайлинговый. BMW тройка, 2.0 мотор, 2019 жылға, 19.000 доллар. Так, Toyota Camry 55 8.900 доллар.
2017 жылға 70 мың пробегпен 2.5 объеммен. BMW тройка тағы да $12.800 328 2.0 мотормен 2016 жылға. Так, келесі. $12.800 2014 жылға 3.0 мотормен. Мінеке көріп тұрғандарыңыздай түрін енді дайындап қойған. Так, келесі. BMW X5 M комплектацияда. X5M $39.000 2019 жылға. M кигізіп қойған енді комплектация деген жаңағы таза M емес бұл жерде. Оның барлығын ауыстырып кигізіп қойған. Так, Highlander 2020 жылға мінекей $26.000. Carnival. Так, бұл дизель екен. RAV4 мінекей 2017 жылға $12.000. Так, Lexus NX 2.0 мотормен $21.500 2018 жылға. Завтра во сколько сюда приедет? Мінекей. За 10 часов. В 11. Мынаны да бағасын айта кетейін. X5-дің $16.500 жаптыр 2014 жылғы 3.0 мотормен. 10 здесь поговорим, машину посмотрим. Если все нормально, если ты как говоришь, $14.500. M пакет полный кигізіп қойған уже. не требует. Келесі BMW F10 пятерка 2015 жылға $11.000 бағасы түсіріп қойған. Тағы да түсіруге болады 2015 жылға. Ну, все, хорошо. Все, братан, я тебя понял. Давай, да, завтра с утра наберу. Так, Как тебя зовут? мынаның бағасын айта кетейін $19.500 2016 жылғы 3.0 мотормен 51 мың пробегпен. Қарасы, ағы, қайсысы керек таңдай беріңіздер. Так, 21 жылғы $53.000 3.0 мотормен. Келесі $55.000 22 жылға. Так, мына жақтың барлығы енді BMW, сол себепті тез көрсетіп кетейін. Так, 2018 жылға 540, бұл жерде де рестайлинг уже одетый. $24.500 саптыр. 2018 жылғы 87 пробегпен. Так, бұл мынау F10 пятерка, так, 535, так, 3.0 мотормен $14.200. 2015 жылғы бензинный мотор. Мінекей. Келесі арғай түсейік, сонымен мінекей. Santa Fe. Так, Santa Fe'лердің бағалары жазылмаған екен. Осылай, достар. Сіздер каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Және көрсетілмеген кеткен қателіктерді түзеуге және көрсетілмеген автокөліктерді сұрап және айтып, қандай автокөліктің бағасын көрсетейін, соны жаза кетіңіздер астына комментарийға бөлісіп отырыңыздар. Сіздердің енді барынша көңілдеріңізден шығуға тырысамыз. Әзірше енді бұл алғашқы видео, каналыма алғашқы видео болғаннан кейін дальнейшем болашақта стабилизатор, официальный стабилизатор, микрофон барлығын алып сіздерге таза және әдемі видео түсіруге тырысамын. Сіздер қолдай отырыңыздар, подписка жасап бөлісе отырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Бүгінгі эфирімізді осымен аяқтаймыз. Тағы да күтіңіздер. Бір-екі күнде тағы да видео салатын боламын.